Сабыр, мына халатпен язып кетті ғой, мына туған күнде барлық қонақтар отыршы, ұйықтасам да осы халат, концертке барсам да осы халат, тойға барсам да осы халат. Әперші көйлекті, пожалуйста. Қандай көйлек саған? Шапан алып, жарқырап жүрмейін ба осы жерде? Саған не керек? Қойыңыздаршы, миды ашытпай. Сізге де шапан әперемін, саған да халат әперемін. Ода да туған күнімізді аман есен өткізіп алайық кеттік. Сабыр, кеше маған көйлек алып берем деген едің ғой. Қайда көйлек, а? Қоя тұршы сенге. Маған шапан әперем дегенің кәні Ой, бай, қойыңыздаршы, отырыңыздаршы, қазір алып келем мен сол шапан көйлектеріңізді. Ұйықтатпадыңыздар ғой, шаршап келген. Ана Салиманың тойына енді бармаймын. Бір орамал, бір матасымен жетіп кепті ғой. 50 мың апарған туған күніне. Сен төркініңде алтын тақпапты ғой? Мам, Бибігүл, сіздерді бүкіл базарды Чимкентті шарлап, сіздерге көйлек пен киімдеріңізді алып келдім. Ой, шапан алып келдім сіздерге. Ой, билеме-ақ қойшы сенде. Ой, мама, көйлегімді көрсетейін деп едім, да, билеп. Ой, не қыласың көйлегіңді көрсетіп? Сіздер айтыңыздаршы, қайсымыздың образымыз әдемі? Комментарийға жазып кетіңіздер.